Сәлеметсіздер ме? Біздің бүгінгі кезекті сабағымыз қытай тілін 5 минутта үйренеміз. Біз бүгін басқа кісінің жасын сұрауды және жастарын салыстыруды және қаншалықты үлкендігі туралы үйренетін боламыз. Бірінші сөзіміз ни жи сүй. Ни жи сүй. Қазақша аудармасы оның жасың қаншада. Яғни біз осы жерде ниді қолданып тұрғаннан кейін, ол біз бізден кішкентай немесе өзімізбен жасты адамдарға қарастырып қойылатын сұрақ. Ал егер бізден үлкен болса немесе егде жастағы кісілерден сұрасақ, біз ни жи сүй деп сұрамаймыз. Нин жи сүй деп те сұрамаймыз. Біз нин тота деп сұраймыз. Нин тота. Егер тіке аударатын болсақ, бұның мағынасы сіз қаншалықты үлкенсіз. Бірақ бұл жерде сөз тіркесі болып, бұл сіздің жасыңыз қаншада деген сұраққа айналады. Сіздің жасыңыз қаншада? Осы жерде нин жиді қоссаңыз да болады, қоспасаңыз да болады. Яғни нин тота. Нин тота, ненжи деген жас деген мағына. Енді осы сұраққа жауап ретінде біз жасымызды айтамыз, сөйлі. Мысалы, мен 24-темін. 24 сөйлі. Осы жердегі лы өткен шақты білдіреді. Яғни мен 24-ке толып қойдым. А егер сіз 24-ке әлі толмаған болсаңыз, 24 сөй деп айтуға болады. Енді, мысалы, кішкентай бала дегенді үйренейік. Кішкентай бала шаупаңйоу. Шаупаңйоу, яғни кішкентай досымыз деген мағына тіке аударғанда. Ата деген сөз е-е. Е-е. Апа, әже, най-най. Най-най. Сосын осы жерде тағы да жас пен жасты салыстырған кезде, бір зат пен бір затты салыстырған кезде қолданатын сөз би. Би, яғни салыстырғанда, салыстыру деген мағынада береді. Үлкен деген сөз та. Та. Ал оның қарама-қарсы сөзі кішкентай шау. Шау. Көп деген сөз то. То. Аз деген сөз, кішірек деген сөз шау. Шау. Мысалға, сұрайықшы. Ата мен апаның жасын білейік. Оның жасын білу үшін бізде қойылатын сұрақ нин тота. Мысалы, ата, жасыңыз қаншада? Е-е. Нин тота. Е-е. Жасын өзгертеміз. Атаның жасы 75-те. Е-е. 75 сөйлі. Ал апаның жасы най-най нин тота. Най-най 70 жас. Най-най 70 сөйлі. Ендігі сұрақ, ата әжеден қарағанда қанша жас үлкен? Яғни, е-е, би, най-най, та, тошау. Яғни, қаншалықты үлкен? Жауап берген кезде, е-е, би, най-най, та. Екеуінің айырмашылығы 5 жас болғандықтан, у, сөй. Е-е, би, най-най, та, у, сөй. Осы жерде 3 нәрсе бар. Алдына до қосылады. Тошау. Санға байланысты сұрайды. Қанша? Тошау. Немесе қаншалықты үлкен. Ол заттың көлеміне байланысты айтылады. Немесе қаншалықты кішкентай, қаншалықты аз. Тота. Қаншалықты үлкен. Тота. Немесе қаншалықты кішкентай. Тошау. Тошау. Бүгінгі осы материалдарды қолдана отырып, өзіңіздің жасыңызбен және басқалардың жасын салыстырып, осы сөздерді қолданыңыз. Келесі сабақта кездескенше.